ортасын дұрыс табу керек дейді. Бұны біз бұрынғы подкастта да айтқанбыз. Адам имандылықта табаны бекем болу үшін оған дұрыс орта керек, міндетті түрде. Жалғыз ағаш орман болмайды дейді. Сондықтан да адамға дұрыс иманды орта керек. Ол да келді хадистерде, жаңағы мысалы адам өлтірген 100 адам өлтірген адамның қиссасында да келеді ғой. Не себепті ол адам кешірілді деген кезде ол әлі тәубе қылған жоқ дейді. Бірақ ана ізгі қауымға бара жатқандығы үшін кешіріліп кетті дейді. Ана қауымның құрметі үшін кешірілді дейді. Сондықтан ол адамға дұрыс орта керек дейді. Сол сияқты үшінші мынау не дейді жаңағыдай, өзіне керек емес нәрселерден бас тарту керек негізі бар ғой. Фудул, артық нәрселер. Артық нәрселер. Мысалға сен атеист емессің ғой, сен атеизм туралы саған тыңдап керек емес мысалға да. Тәңіршілсің ба, сен тәңіршіл емессің ғой, не керек бар саған тәңіршілдік туралы тыңдап? Сенің біліміңнің деңгейі оған жауап бере алмайтындай дәрежеде болатын болса, онда өзің тоқтата салу керек. Өзіңе керек нәрсе. Оның орнына білім ізде, керек нәрсемен шұғылдан. Білім ізденуге шамаң жетпей ме, онда нәпіл нәрселермен айналыс дейді. Нәпіл құлшылықтармен. Көп қой нәпіл не бар бізде? Парыздан келген. Құран оқу бар, салауат айту бар, не бар, истиғфар айту бар, зікірлер толтыру көп қой. Бір жақсылық жасау адамдарға, тыныш, тым болмағанда тыныш жүруге. Одан кейін дұға қабыл болатын уақыттарда Алладан көп жалбарынып сұрау дейді. Қиын заманда өзінің иманын сақтап қалуды сұрау дейді. Және айналаңдағы адамдар. Айналаңдағы, өзің жанындағы адамдарды, олардың дұрыс болуын және өзіңнің иманда, исламда қадам бекем болуын сұрау дейді. Осындай жолдары бар. Осыны істесе адам, иншалла, ол не қылады? Құдай қаласа тура жолда болады деп ойлаймыз.